низкий класстың бар ғой, әдеттері бар ғой мындай. Керек болған үшін алмайды, арзан болған үшін алады. Бірақ оны бизнес қылып айналысу деген бар ғой, ол рискованный нәрсе сен. Енді адамдар еш уақытта нені сатпайды, выгоданы сатпайды, убытокты сатады адамдар. Енді қызықты қараңыздар. Төмен класс енді ол постоянно тегін нәрсе іздеп жүреді олар. Акция іздеп жүреді, скидка болған аңдып жүреді. Олар постоянно ақшасы төмен болса болды. Мен адамдармен бәрімен сөйлесіп қойдым, енді кафе ашам дейді. Мен оған айттым, кафе ашпа. Неге? Танымайды ол. 30% берем дейді, дұрыс па? 30%-тің несін маған келеді, 10%-ін қалады да менде. Мен бұған не деп айтамын? 20% берем деп айтамын. Көрген кезде, қайда қоямыз мынаны? Білмейсің сен, өйткені сенде план жоқ. Бірақ алданып қалмаңдар. Садовник болуды ойлану керек, бірақ әзірше